Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, айта ғой. Мектепке жазылайыншы. Болды. Есімің кім? Дариға. Дариға, иә. Фамилия? Назарбекова. Назарбекова. На, оны ұмытып қалдың, е? Назарбекова. Мына охраналар кім? Саламатсыз. Анау ағылшыннан беретін апайларың бар ғой? Иә. Енді бермейді. Жайшы? Басқа апай келетін болғанда орнына. Соны көндіру керек енді. Ау? Қой бер. Мына жақта енді біздің 11-ші сынып үміт артып отқан оқушыларымыз осы жақта. Болды, қайтайық жүріңіз. Көрейік та. Ей, көргенде айуан атаңаніліктер қашып кетіпті ғой. Мен сізге айтайын, бізде келешек білім орталығында сіздің балаңызды ұбт-ға дайындаймыз. Бізде бастысы результат өте күшті болады. Атмосфера, балаңыз үйге емес бізге асығып тұрады. Енді келешек жастардың қолында дейді ғой. Мына жақта темекі тұр. Бұндай да ешектер керек. Кел, ешектер. Ешектер. Келешектер айналайындар. Бұлайша. Бастықтар екен. Нә бүйтті бұл кісілер. Мама, Не болды? папаға пранк істейік. Не ішіп Мұздай ғой. Басқа дәмдері шықты. Күшті екен. Айтшы, не пранк? Короче, папаға тефальдағы қайнаған суды құйып жібереміз. Шынды болайын деген ба бұлар? Давай. Давайыңыз. Қайнамаған суда тефальдің ішінде кәдімгі су болады да. Басай, тефаль. Пранктарыңның бытшы жарайын. Өшіріп кеттім. Балам тефальді аққыш. Төгуа ма алды ма? Өшірген сияқтаймын ғой мен. Өшіргеніңіз. Қосып өткесіз ба деймін? Бәсе. Ёп твоем. Балам? Әй, ұйықтай берсінші. Әй, балам. Тұрсай, әй. 2 сағаттан кейін оятыңыздар. Тағы ұйықтайсың ба? Иә. Жүр. Әй, бала, тұрсай тез. Бол, тұрып атым. Тұр, жұмысыңа барсай. Тамақ дайын ба? Тамағын дайындап қойдым. Жүр, ішіп ал. Сен бала әлі ұйықтап атсың бісен? Ош, сразу мана. Опаңа кетіп қуатыла деген бұл. Ей, тұр, ей. Сөйтсеңші бәс. Қанша тірлік тістемегесің ғой? Ол жұмыстар маған айтпадыңыз ғой сіз. Ойбай. Нақұш жаздың ғой, ана WhatsApp-ыңа жаздың ғой сенің. Гигабайт жоқ қой менде. Бір жармай қалған бала болдыңдар ғой сендер. Қанша реклама болды ғой, айтып жүрмін ғой, Geekstreet-тен абал дедім ғой мен саған. Айына безлимит тариф 3,5 теңге гигабайт 100 теңгеден ғой, абалсайшы содан. Күшті ғой. Бәле ғой. Болды, айқайлай бермеңші. Айуан, ей. Ош, қайтадан бар на. Су жылы ма? Ой, түсе берші, жып жылы. Мұздай қылсын. Мұздай. Ей, миіңге өп қаған ба сен? Кешіңіз, жусай тезірек. Мен салон жой берейін, жүш, я. Абайла бірағыным. Ішінде ит жоқ шығар шілей. Иттен жаман нәрсе бар ғой оның ішінде. Саламатсыз ба? Феріңді беріп кетші ма? Мынауым. Көкі? Қазан жуып отыр ғой ішінде, жеңшем. Кухня жоқ та үйде просто. Багаж жуа берем онда мен. Жабес. Я, болыпты. Спальный жоқ та, я, үйде? Жоқ, ей. Детский жоқ бізде. Полный үйіңізді жуындырып атыр екенсіз ғой. Ма, не дейсің енді? Түркістан қаласы бойынша жаңа қалада жалғыз мойға осы жерде ғана болып тұр ғой енді. Бұл енді қарыспа деп кеп тұрып қой. Айып өтпеңіз, артық айтсам. Сен шыға тұр бар. Жайшама ол. Душқа түсуім керек мен. Қоя. Ей, итер аласың ба машинаны? Бол. Итер бол. Итерсей? Газ. Не ұйқы сен кім? Кешіріңіз ағай. Мен қазір ғана не айттым мен? Айтпашы менің айтқаным тұрып. Келешек білім беру орталығы. Біз ұбт-ға дайындаймыз. Бұл жерде нәтижелер өте атмосфера өте тамаша. Грантқа түсуге үлкен көмек береміз.
Қандай әңгіме айтып отқанын тыңдамайсың ба сен? Не ойнап отырсың? Кешіріңіз. Қазір директор шақырып келеміз. Айтпай ақ қойшы ағым. Ей, неғып жүрсіңдер сендер? Сабаққа кірмейсіңдер ба? Дизи ішесіз ба? Ішпейме керек емес. Лақтырам қағып алсаңызшы. Ей, лақтырма оны. Лақтырам. Ей. Ей. Азаннан кешке дейін телефон шұқылау. Мынанікі ұйқы. Зарядке қойшы телефонды. Я айуан. Не түс көрдің? Жаман түс көрген ғой. Сол телефон көп шұқылағаннан сол. Шұқылап атқан жоқтың телефонды. Олда шұқыламағаннан. Одан емес, гигабайт жоқ менде просто. Гигабайтын жоқ болса ана Гигстриттен алмайсың ба? Гигабайт 100 теңгеден. Гигстрит. Без лимит тариф керек дейтін болсаң 3,5 теңге. Зор екен. Алып ал содан. Ап берсеңші енді сол. Тыныштық ма, мама? Шошым қағазың ғой сен бала. Қой, а? Тағы шашайын ба? Жоқ, керек емес. Ойбай. Айуан. Не істеп жатсың сен? Дем сабатқам ғой, шошым қалдың ба деп. Дем сабатқан жоқ, адам ұшындырып жатсың ғой, айуан ау. Сен өзің қай жылғы боласың? 2008. 2008? Телефонда қанша процент зарядка бар? 67. Жоқ, керек емес, айтпашы. Пожалуйста, айтпашы. 67, иә. Керек емес. Түсіреміз. Кеттік. Не болды? Мен сен сияқты жас емеспін ғой, түсірмей қойшы. Белімде грыжа бар менің. Жүрмесең қайда бару екенін білем. Біз қайдамыз? Жүр кеттік, менің апатам ылғи осы емделеді. Нұрлап клиникасында грыжа операциясы емделеді. Клиникада науқастарға арнайы тағайындалған 5 түрлі емдеу курсы ұсынылады. ПРП терапиясы, УВЧ емі, магнит терапия, ИРТ, лазерлік терапия. Ал ең ыңғайлысы клиникада МРТ диагностикасы да жүргізіледі. Және де керемет акция жаз мезгілінің соңына дейін емдеу курсына 50 000 теңге жеңілдік. Жан, сен сүйікті түсің қандай? Сары. Сары? Менің подругам Камиланың сүйікті түсі сары, ал менікі көк. Значит, екеулерінің араларында бірдеңе бар, я? Я вам не мешаю? Типа адамында шегі жоқ, шегі бар деп ойлайсың ба? Қазір осы мен Не деп жатыр? видеозапись жазып жатырмын. И осы Көмек керек па? Жоқ, керек емес, рахмет. О, доктор бар екен, иә? Бізге доктор керек па? Бізде ойыншықтар түр-түр бар. Маған консультант керек емес, айттым ғой сізге. Сізге осындай ойыншық керек па? Керемет таңдау. Той, шошпаңызшы мені. Өтініш, мен мазаламай бермеңізші. Мен сізге жай ғана көмектескім келген. Маған сіздің көмегіңіз керек емес. Жарайды. Адам не ұрса тиіп. Кешіріңіз, мынау қанша? Бұл Балабектің өздері шығарған ойыншықтары бізде түрлі. Мынаның бағасы қанша? Кешіріңіз. Мен өзімнің сүйікті клиентімді обслуживать етіп жатқанда маған мөшат етпеңізші. Сізге консультант керек емес еді ғой? Жүріңіз ар жаққа. Мынаның бағасы керек еді. Тоқтаңыз. Мен қателестім. Сізді бар кезіңізде бағаламадым. Сіз маған қатты керек екенсіз. Өтініш, маған көмектесіп жібересіз бе? Негізі сізге қандай ойыншықтар керек еді? Мен өзіме садик ашып жатқам ғой, маған көп ойыншықтар керек. Садикке қажет заттар керек. Сіздерде сатыла ма? Жүріңіз артымнан. Бізде Балабекте садик ашатын кәсіпкерлер үшін барлығы бар. Егер сізге балабақшаңызға арналған ойыншықтар мен дамытушы тауарлар қажет болса, Балабек гипермаркетінен керегіңіздің бәрін таба аласыз. Сонымен қатар бізде қазақ тіліндегі өз өндірісіміздің дамытушы ойындары мен оқу құралдары бар. Барлық тауарлар сертификатталған. Осының барлығын біздің Балабектен таба аласыз. Рахмет, сіз менің өмірдегі ең керемет консультантсыз. Счетты 50-50 төлейміз, иә? Ойбай, неге? Енді сен маған қарағанда көбірек жедің де, просто сен көбірек төлеу керексің да. Дұрыс, барлығын есептеймін. Сенің аузың менің аузыма қарағанда 5 сантиметр екен. Так что сен көбірек жедің. Тоқта, міне сенің картинам, менің картинам. Сенікі маған қарағанда үлкендіріп, сен көбірек краска ботқасын. Сен көбірек төлейсің. Күте тұр, біз жаңа ғана еще парфюм жасадық. Сол кезде сен көбірек жасадың. Өтірік айтпа. Мен сенің солай айтатынды біліп, әдейі оператор жалдадым. Менде барлық дәлелдер бар. Сен көбірек тамақ жеп, көбірек парфюм жасадың. Той өзі, менде ақша жоқ. Өзің төйсір, мен саған потом қайтарам. Той енді сен өзің ғой, осы артқа свиданияға келейікші, бұл жерде 40-тан астам свиданияның түрі бар деп айттың ғой. Парфюм жасау, скульптура, одан кейін сурет салу, небәрі 8500 теңгеден басталады деп өзің айттың. Джентльмен болып өзің төлей салмайсың ба? Еще бұлар мастер-класстар на выезд жасайды және девичник жасауға болады деп айттың. Жботтанбай төле. Қара ерке бұлан, тоқтар.
мынау немен шашылып жатыр? Кешіріңізші, біз ақшаны тым көп тауып қойып, біз жинап үлгермей жатырмыз. Айжан, мен бизнесім қалай жүріп жатыр? Керемет, сіз ұйықтап жатқан кезде $1 миллион табыс таптық. Айжан, ертең $2 миллион табындашы, өзіме тағы бір яқтылайын деп едім. Болды, тамақ ішпей демалмай таңға дейін жұмыс істей береміз ғой. Сендерге зарплата керек емес қой, Жоқ, керек емес, біз сауап үшін жұмыс істейміз. Сауда ету жақсы жүріп жатыр ма? Ой, керемет, тауарларымыз ешқандай таргет рекламасыз-ақ өзімен өзі өтіп жатыр. Енді бизнестегі сондай оңай ғой. Одан кейін Edon.kz деген сайт жақсы болды. Барлығын сол жерден тапсырыс беріп жатырмыз. 10 теңгеден 6000 теңгеге дейін 2000 түрлі зат бар екен. Кейбір тауарлары Қытайдан да арзан. 30.000 теңгеден бастап оптом тапсырыс беруге болады екен. Қазақстан бойынша жеткізу бар. Арман мырза, сіз гольфқа барып ойнай келсеңізші, біз өзіміз жұмыс жасай береміз. Мен онда Мальдив аралдарына бар демалып келейін, сендер мен сияқты істей бересіңдер ғой, Ой, демалыңыз, біз жұмыс істей береміз. Бізге сіз бай болсаңыз болды. Арман мырза. Қайда менің $1 миллион? Қайдағы $1 миллион? Налоговый келіп тұр, барлығын тексереміз дейді. Одан кейін аренда төлеу керек. Сосын мен зарплатамды салып жіберіңізші уже. Не ғой, Айжан, сен 500 теңге бар ма? Бегун алып жейін деп едім. Телефон шұқылап тұра бермей жұмыс істесеңдерші. Бол, істе. Әзілдеп отырмын ма? Не болды? Кел, не болды айт? Айлық бел. Айлық бел. Әрі 20 күн бар ғой айлыққа. Болды, аванс береміз бүгін. Айдан аванс беріңдерші бүгін. O grave faz e a bunda dela bate. Не істеп тұрсың? Бір сағат болды ғой, бел ішіп жатқандарыңа босаңдаршы. Жемеймін. Бол, жиғы. Мә. Же. Алып жей ғой. Мына жер запчасть сататын жер сияқты. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Не жер екен бұл? Тегіс жер ғой. Жұмыр жер ғой. Домалақ жер. Не сатасыздар негізі? Строй материал ғой. Көріп тұрсың ғой, стекло бәрі айналайын. Палау, самса бәрі көріп тұр ғой. Онда әйтеуір палауды дұрыс өзінің ыдысына салып беретін шығарсыздар, Жоқ, картошканың қабына салып береміз. Пияздың, сетка қаптарға салып береміз. Салып береміз де, өзінің ыдысы бар ғой, кәдімгі коробкалары нелер. Самсаны ше әйтеуір күшті қылып салып бересіздер ма? Жоқ, самсаны ана жерде тұрасыз, лақтырамыз, қағбасаңыз алдыңыз, қақпасаңыз болды, қайтадан алып кетеміз. Қаққамасам аламаймын, Өзінің ыдысы бар каждыйын. Әдемлеп орап, ыстықтай салып береді осы жерде. Мен қазір сізге тапсырыс бермеймін ше. Кәме, үйге барып алайын, сізге тапсырыс берем әйтеуір. Яндекс, Глово бар шығар, Жоқ, көгершінмен жіберем. Көгершінмен жіберем артына. Үш өзі апарып береді. Көгершінмен жібересіз бе? Онда маған запчасть бересіңші. Құр бар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Саламатсыздар ма? Жақсы өзіңіз. Сіздерде андай бар ма? Тамақтың ішінде аппақ майда болып шашырап жүреді ғой. Күріш дейді ғой оны. Күріш, бар. Сосын соның қасында андай балбырап, бір андай қара кесек андай сүйегімен тұрады қандай? Ет дейді ғой. Ет бар ғой. Сосын андай бар ма андай жүзім андай кәртиіп, әбіржіп пішірейіп қалатын жүзім болады ғой. Кәртимейді ол, мейіз дейді ғой. Мейіз дейді ғой, Соның барлығы қосылған бір тамақ болатын еді, қандай бір шашырап. Палау ма? Палау. Бар ғой, палау сатамыз ғой, қазантай ғой. Сосын андай бар ма? Қамырды жайып, ет салып, пешке лақтырып, қытырлатып жеп отыратын шығар. Самса ма? Самса. Бар ғой бізде. Андай бар ғой, темір банканың ішіне қап-қара газ қосып, су құйып, жаңағыдай шайқап, мұздай кола. Соның үшеуін қосып бірге беретін. Комбо дейді. Комбо дейді. Сізге бір комбо, Сосын соның барлығы қалай жасалатынын жазады ғой параққа, бәрін ше. Рецепт па? Рецепт. Құры. Кет бұр. Рецепт. Жоқ. Ақим мен шопқа қош келдіңіз. Рахмет, мына оқытый ма? Жоқ, бұл тек ерлерге арналған дүкен. Не іздедіңіз, айта беріңіз. Мен сені іздеп келіп тұрмын. Санжар емессің ба да атың? Иә. Шықшы бері қарай. Сен жас балалардың бәріне әлем жеткізгіш сайт дейді ғой. Ұрып, тиісіп, сөйтіп реклама сатады дей ма, бірдеңе дейді ғой. Мен ба? Иә, ол хулиганство, білесің ба сен оны? Статья ол. 2 рет тісін сындырғансың, біреуін талдырғансың. Жоқ, сіз кімсіз? Мен өзім органда жасаймын, органда. Астанадан келдім, кеше осы Атырауға келдім. Біреуді соғыппын ба сонда? Иә, мен інімді соққансың, інімді. Кім ол сіздің ініңіз? Міне, қазір театрым. Осы братан ғой. Амандаспайсың ба ағаңа?
Амандасып жоқ. Жауап тасташы вообще, бизнестің бәрін жауап тасташы. Все, хорошо, давай. На, жап, өшір светтің бәрін кеттік. Жоқ, аға, аспаңыз, жап болғанда не ғой? Былай істейік, давай мен сізді киіндірейін күштетіп, әдемілеп тұрып, басыңыздан аяғыңызға шейін Атырауға келіп жатыр екенсіз. Бізде мысалға 40 мыңға сауда жасасаңыз, подарка беріледі аксессуарлардың біреуінен. 80 мыңға жасасаңыз 2 подарка беріледі. Сонда мен взятка нағылды. Жоқ, құрсын құдай. Или мен кәм сатып алуым керек. Жоқ, төлемей ақ қой ештеңе, нормально бәрі. Ананда бірдеңе қыл жор, полный басынан аяқ. Ол, бірінші сізден бастайықшы сізді. Қараңызшы аға, футболканың түрі бар бізде. Және де жоғары сападағы аяқ киімдер бар. Мына жерде ортаңғы сападағы аяқ киімдер бар. Маған жоғары сападан бер. Әрине аға, өте беріңіз қазір, әкеліп беремін сізге. Мен де жоғары сападағы аяқ киім аламын, маған да жоғары. Сен қайдағы жоғары сападағы аяқ киім саған? Сен өзің орта сападағы адамсың, түсіндің ба? Не ағаңды ертіп келіпсің маған? Өмір бойы ағаң қасында жүре ма не сенің? Нәгөй, саған айтам. Тіліңмен жағыңа сүйеніп алып, үйше келіп, жалбырсап жүрсің. Қазір ағаң шығып, нормаль ма інім десе, нормально деп айт, түсіндің ба? Басың жарам сенің. Жалаңаш шығарып жіберем мына ішінен. Болды, осыны алдым, сосын подаркеге бір парфюм сал жібере ғой жақсысынан. Інім, қалай сенде бәрі нормаль ма? Нормаль. Рахмет. Келіп тұрыңыз, мінекей сіздің киімдеріңіз. Інімді кіші. Ініңе сертификат берем, өзі келеді ғой. Мен өзім келмеймін, ағаммен бірге келемін. Саған простой адам емеспін. Осындайлардың ағалары неге акиматта, прокуратурада, органда жасайтын болып шығады? Мама, мектепте алтын белгі бітіріп 5 диплом алдым. Бопты. Мама, ояш, мен контрстакты бәрін алып тастағансың ғой. Ұлым менің молодец, менің мақтанышым. Мама, неге сіз маған қарағанда ұлыңызды қаттырақ жақсы көресіз? Қайдағын айтпа, екеулеріңді бірдей жақсы көрем. Точно ма? Әй, таңғы 4 болып, тұрсаш болып жұмыс істе. Ұлым тұра ғой, түскі сағат 1 болды, саған завтрак постель алып келдім. Жанлыш. Ой, ұйықтай ғой, жаным, ұйықтай ғой. Әй, не жатырсыз? Үй деген шашылып жатыр, жина бол тез. Мама, арманда жатыр ғой, әне. Ол сен қыз, бар да оның да комнатасын жина. Бар, кет бар. Мам, не істеп жатсыз? 18-ге толдың, өз күніңді өзің көр. Мам, мен қайда барам? Білмеймін, өзің білесің. Турцияға оқуға түс. Абай Кәлім бар емес па? 6 жылдық тәжірибесі бар Турцияға оқуға түсіру бойынша эксперт. Осы уақытқа дейін мыңдаған қазақты Турцияға оқуға түсірген. Ешқандай ұбытысыз, тек қана аттестатпен түсіреді. Сонымен Турцияға оқуға түс та бар, кет. Толығырақ білу үшін комментарийға плюс қалдар. Мама, ұлыңыздың жасы 40-қа келді, неге соны қуып жүрмейсіз? Тиіспе ұлыма, ол әлі кішкентай. Қалай барады? Мен сіз өмір сүре алмайды. Мен жаным, Аллахым. Басекен олар вообще жұмыс істеп отқан жоқ, өсек айтып тұр ше. Родной, жақсы, өзің қалайсың, амансың ба? Басеке, Дәурен тағы кешіп келді бүгін 1 сағатқа. Басеке, Самат 1,5 сағат болды телефонмен сөйлесіп тұрғаны. Вообще жұмыс істеп отқан жоқ. Родной, маған бір 2 порция жасап берші, обедке қарын ашып кетті да. Басекен олар обедке 1 емес 2 порциядан жеп жатыр. Қайда барасың? Кәме уборныйға барып қойды ше. Басеке, Дәурен бүгін 1 сағаттың ішінде 8 рет уборныйға кірді. Досым, прикинь, мен жұмыстан шығайын деп жатырмын, Басекенге айтып жатыр ғой. Мына біреу тоқылдап жүрген сияқты что-то ше. Іште ма? Иә. Сондайлар бар ғой жұмыста. Жолғамыз онда, иә? Кеп нақыластай. Рахмет досым. Все, жақсы. Медет, мен ана Дәуре жұмыстан шығардым, сен старший боласың енді. Болды, Басеке, өзім старший болып қалам ғой енді, не деген мен. Брат, Ой. старший болып қалам? Мінекей, бір плов, мына бір колаңыз. Аудардыңыз ба? Иә, аудардым ғой. Чек көрсете саласыз ба? Болды. Болды. Рахмет. Наге? Ертең коллективпен тауға шығып жатыр, шығасыз ба? Мен өздерің шыға беріңдер. Аяғым жарамайды, тізем қақсайды ғой мен. Жүрсеңші. Жоқ, өздерің шыға беріңдер. Салқынға болмайды маған. Іште боламын, жұмыс жақта боламын. Алло? Жылқының еті бар ма? Болды. Маған сол, келесі айға дейін 1 жылық жазып қойсаң, айлықтан деп. Мақсұт деп қоя саласың ғой, болды. Жақсы, давай. Аға? Жұмыстағылар болып телефонға күшті бір ойын жазып алып жүрсеңші өндіқті. Мен телефон көп шықламаймын ғой мен. Ішке кір бана, газетте скандор шешем қазір. Өздерің ойнай беріңдер. Қойыңшы? Өзім ауырдым, әзіренем нашармын. Жарайды. Қартайып арыстан әлі кетті.
Сенің бітірген дымы жоқ мақтаншақ досың. Ерхан сен ба? Осы жерге көрініп отырсың ба? Өтіп бара жатқан болса байқамай көріп қалдың ша. Әйнектің сыртынан іші көрінбейді ғой. Мен любой жерден көріп, ана Мерседесін өшірмеппін ғой мен. Мына өшіре салайыншы мен. Өшпей жатырғаным, күліп тастамай жатырған ба? Ақыры өшті. Сен нексеңді өшіргенмін. Яқ, маған ешкім звондамай отыр. Телефон анеле тұра тұрсыншы. Осы жерде тұра берсінші. Біреу звондаса айтасың ғой. Мынаны Таиландтан алғам ғой. Жетсеге зор екен ше. Солай да бургер жеп жатсың ба? Бургер біз уже нерден ғой. Маған рамен бересіңші. Бауырым рамен деген мен мынандай болады. Естуің бар бет. Сен де Сензуға келетін болғасың ба? Бірақ бүйір рахат қана кинотеатрға қарама қарсы. Сұлпақтың астында. Бүйірде барлық тағамдар скидка болғаннан келіп отырсың ғой. Пейпақ. Ринат, 1000 теңгені қашан қайтарасың? Алло, қазір баратыр ма? Срочно ма? Я. Құрмет достарымна Сензуға келесіздер да, бургер жейсіздер. Сол туралы бір видео түсіп TikTokқа саласыздар. 100 000 просмотр болса, Сензу сіздерге 20 000 теңге сыйлық береді. Ол осы шілденің соңына дейін жалғасады. Баршамызға сәттілік. Қатысайық. Алға Қазақстан. Бәлшіке бір барс бренд алып бере қойшы. Бол, брат, қазір. Ағана құй. Келшеші, отыршеш өзіне. Жо, брат, нормально. Өздеріңіз отыра беріңіздер. Мен братандардың көзінше ондай сыйластық қой, брат. Өздеріңіз демала беріңіздер, нормально. Тасташ, кете берсінші. Қойшы, братишкин емес пе? Отырсын, демалсын, ішсін. Все, хорошо, ладно. Сен ана көтің қысып отыр, түсіндің ба? Артық сөйлеп жүрмен. Мен саған айтайын, просто барып, маған басында құтты ашық жүрдің да, допускать еттің да, ладно да, үндемей отырм, бір айттың, екі айттың. Мен саған айтайын, просто ровно сөйлесіп, конкретно бәрінде дух бар, мен көрдім. Денесі бар, качок, анда-мында бар жүргенде, емің бұрық конкретно. Сыйлайым, құрметтейм, ашық жүрме, шашың өспей ма, дальше өскен қаласаң, просто аман жүргеніңді мен де қалап тұрмын да. Қой деймін саған, айетте, апартын, екі шапалақ бар, екі шапалақ. Че там? Таксиге отыр жібердім. Родной, сен братишкин бар ғой, енді бірдеңе дегенде көтін айыр жіберетін бар ғой. Таксиді бір жүрген соң, мындайшы, отшы қашыма, лысый, мындайшы, Родной, енді ренжіме. Конечно. Лысый дедің ба, епа? Gada muda tepat. Boleh dadang rono mabai gana dadang kita dong pada dandal itu. Түсінбеймін сен, түсінбеймін. Kamu di jamadel gadana rada bone ma gadada. Қайдана қасында қазақ қайда бана, сен әкелген қазақ қайда? Pada dapur, damu di dan dulu kurang pada. Түсінбеймін мен сені, қайда ғана қазақ? Damu damu dari demu dangga damu dapur tanpa nih ngedarah demu dan saya nih. Түсінбейсің сен, мен сені түсінбеймін. Pada di beleng dandang dodong muda dandang nak dodong muda fani darah di wo depan dan. Ne kaşı otur brат. Келдің ғой, сен маған не ал дедің, головкин проквасын ауыстыр дедің, помпаны ауыстыр дедің, фреон қой дедің, свечаларын ауыстыр дедің. Ауыстырып аттым, соң бәрін істеп аттым. Қайда етіп қалды, не ал дейді, миым шіріп жүрді ғой менің. Tuh beri damu debu dapati, kada damu debu di mana depan ni gana tu. Tuh beri damu debu dapati dong kepenting debu depan ni jadi ke runa muda. Не ал дейді? Автоэлектрик бар ма дейді мында? Сол бағадан бері электрик деп айтып жүрмін, ол бағадан бері бар электрик бізде, бар, түсінесің ба? Tangding, dong dapati electric runa muda. Не ал деді мынау? Аудармай ақ қойын, ол керек емес пе? Жоқ, аудар, не ал деді, аудар. Bodi dapat ada bodi bari. Kalau bodi tempat yang tinggal gua depo, kuzno, woi balik mbak. Мынау боқтап отыр ғой мені. Жоқ, нормально. Боқтап отқан жоқ, нормально. Жоқ, боқтап отыр ғой мені. Bodi dapat ada rada muda, jangan bodi dapat ada rada muda pada jangan. Kunci. Bomba pada dapat kacamata, pada dapat robot matikan. Tengah depo. Кіммен жүрсің, кіммен амандасып жатсың түсінде? Атаммен амандасып отырмын. Ата Хатико ма, Рекс па? Тағы 3 күн таңғы 5-те келсей, плотно бастырыласың. Телефонымнан кілтті алдым.
Қайқа? Балдармен кезге ойнап қайтамыз. Зомбисің ба сен? Жаңа келдің болса CS:GO'ларың өртеніп кетсе екен, алмайын. Бүгін соңғы рет ойнап келейін, осыдан кейін точно үйде отырамын. Алқаштың соңғы рет ішемін деген сияқты да, иә? Үйде отырсай сен отағасың ғой. Мен үйге қамай берме, ер азығы түзде. Түзде деген ол CS:GO'да демеген. Фундаментің бар адамсың ғой сен. Менің фундаментім бар, менен бірдеңе шығады ше. Ой, көтек. Участкің бары фундаментін құйып қойғансың, соны айтып жатырмын, соны сәл көтеріп, квартирадан квартираға жүре бермей деп. Қайт бітіресің оны, строй материал қымбат қой қазір. Бір кірпіш болсын жинай берсе, таргетте алдынан шығады, бір кірпіш болсын үлес қосыңыз деп. Бір кірпіштен тасып иттің ұясын салайын деп жатсың ба? Жүр, мен сені арзан жерге апарам, кірпішпен көмемін қазір. Вот жаным, осы Ктоприкс дейтін қыш шығаратын зауыт, таза піскен қыштарды шығарады. Қазақстан любой точкасына доставкамен жібереді. Онда үйде осы кірпішпен соғайық, ертең дауыс естілмейді да әдемі. Не дейсің? Өскен соң түсінесің, айта берші. В общем, как раз ол жақта полтора кірпіштер 50 теңгеден болып отыр. Небәрі осы айдың 20-сына дейін жалғасады. Сіздер де алып үлгеріңіздер. 100% гарантиясымен беріледі еще. Мәжан күн ысып кетті, бір жерге бару керек еді. Жүрсен құмамен басын су құйып берейін, или көлеңкеде тұрамыз ба? Мен саған дәрет аламын дедім ба? Фантазияң өліп қалған ба? Бассейнге ма бір жерге барайық деп тұрмын ғой. Бассейнге бармаймын, қыздар тыр жалаңаш жүреді. Лайк басып қойғансың ғой соларға. Гүли Жозефина дегендерге. Что за фигня? Дүбәрә, Жозефина деймін. Шал десе шал екенсің ойпырмай. Даным Олексtan торгөз көйлек көріп атын, мына жерде темекі сақ қоятын қалтасы бар. Желет көрдім, замал көп ше. Не істейсің оны, жетсай шардарға таксовка ұратын братандар ұқсап, постоянно аудиомен жүретін? Енді біз ақша табамыз ғой. Бірақ сенің сондайларың жақсы ше? Солғылдар күйіп кетеді ғой, а? Ой, сорлы терезе жақта күнде қақып кетеді ғой. Бірақ сен полный күнде қақып кеткен сияқтың, сәл шторкыма пайдалансай. Ауылға барып кетейік та, ауыл көрсетіп тастаусын. Ана қойдың көті құртап та тазалап қайтамыз. Малды қыдырым ба мен саған? Енді жаным, табиғатта романтика ғой. Несі романтика? Қойдың көтін тазалаған романтика ма? Фу! Ой, сорлы не мал бағатындар менсінбей тұрсың сен? Бопты, немен барасың? Астында машинаң жоқ, жаяу жете алмасаң. Құдайға шүкір, мал бағатындардың бәрінде қазір ақша бар, бәрі бір мотоцикл алған қырға деп. Қытайдан прямой келетін Ханмото деген Чингентте мотоцикл сататын магазин бар. Ең арзан бағада Дала молдың артында Отау 117 адресінде орналасқан. Комплект береді екен да, я? Полный комплектте береді, өте арзан бағада Қазақстандағы номер 1 мотоцикл сататын магазин ғой. 1 жыл гарантиясымен. 1 жыл гарантиясымен. Барлық жағдай жасалған ғой. Машинадан кем емес екен, екі аяқ жүрсе енді қойдың көтін тазалайық. Ойпырмай. Ой, енешка, ғанибет. Пах! О, келін тура Ауғанстандағыдай болды. О, полиция! О, апа, тура денизеге егет болдыңыз. Ох, намысты да болды. О, апа, Джекичан болды. Әу, қаяқа? Балаға, балдарға. Қашан келесің? Түнде келсем болды емес па? Звондасаң келем ғой. Звондағанда келетін скорыйсың ба не? Иә, скорыймын. Уиу, шақырдың ба? Көтің қышы, көмегің болсын. Ой, ақша таппайын ба? Таксовать етіп келем. Машинаң жоқ па сенің? Ой, дос балам таксовать етеді, қасында отырмайын ба? Жүретін қыстың ба не сен? Бір саны шатып қойсай онда? Терезеден қолын шығарып үстері салып, шкофа деп. Еркектен қайда кеттің, қашан келесің деп ешқашан сұрамаған да. Баяғыда ол папашкілер шығып қай жерде қалғанын білмеген соң сөйтіп іздеп сұрамаған ғой мамашкілер. В общем, үйден шықпауым керек па мен? Бар, шығып кете бер. Не қаласың? Бекер үйлендік қой, мен жатайын үйде, қорқып сен жүре бер сөйтіп. Машинада санын ұстатып отыра бер. Үйленген соң осы үшін шығамайды екенсің ғой. Бойдақ кезім жаман сағындым. Ауырмай қағайын, театрда деп тұре салдым ғой. Мамана, тамақ істейін десем халдеңде дым жоқ қой. Біздің үйде толып тұратын еді ғой. Өзіміз аламыз ба? Мама, Светтің ақшасын төлеңдерде кеп тұр ғой. Біздің үйде өшпейтін еді ғой. Төлеу керек па? Ала мама, біздің үйде порошок бітпейтін еді. Мына жақта порошок бітіп қалды ғой. Сатып аламыз ба? Туалетный бумага сұрайшы. Сатып алады екенбіз онда. Тас жоқ па? Пока газет түсірте берейік та. Мамана квартираны төлеңдерде кеп тұр ғой. Үйде тегін тұратын едік қой. Төлейміз ба? Төлейді екенбіз. Өзіміз төлейміз ба не? Мамана холодильник пустойға толып тұратын еді ғой. Өздерің толтыр, звондама. Өздерің өмір сүрмейді дейді. Өмір сүрмей-ақ қоямыз ба? Сөйтеміз ол. Қиын кетті ғой. Бала-шаға, жинаңдар үйді. Мама үйге біреу келіп жатыр ма? Біреу есе ғана жинайсыңдар ма не? Бұғып жата берейік онда. Жан-жағымыздың бәрі айрап жатыр. Мама, тырнағым ауырып жатыр. Гарилашсыңдерші, гариладан ғой сол. Бүгін тырнағың ауырады, ертең өтің ауырады, көтің ауырады. Өткенде Гүлсімнің баласы сөйтіп гарилашып машинаға кеткен. Сен де сөйтіп боқтатып қаласың ертең. Мама, телефон алайық та. Мені сатыңдар мені. Біреуіңе көйлек болайын, біреуіңе телефон болайын. Сендерге шеше керек